Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Арнаға түрлі видеолар салып, ал енді қорқынышты мультиктерді талқылайық. Сіздер сияқты өзім де сағынып кеттім. Келесі видео тез шығу үшін көп лайк, коммент күтемін. Ал кеттік. Бұл анимацияны бұрыннан көздеп жүргем. Қысқа метражды мультик бір жігіт үйге кірумен басталады. Мас па, алқаш па белгісіз, бірақ көзіне түрлі нәрселер көріне бастайды. Хоррордың үздік жанры ол паранормалдық үй. Үй басты кейіпкерге физикалық және психикалық әсерін тигізеді. Әрбір заттарға қолы тиген сайын есіне өткен күндері түседі. Кішкентай бала, жүкті әйел және жанұя. Кейін біз жанұя және кішкентай бала жігітпен байланысты екенін көреміз. Інісі және жүкті анасы екен. Қане, аш. Қара, Винсент, сен қалағандай затқа ұқсайды екен. Винсент бұл естеліктеріне қашуға тырысады, алайда қолынан келмей, өзін одан да қатты тыға бастайды. Сәлем, Винсент. Қара, сенімен ойнағым келеді. Қойшы, Бенджамен. Кет, сенімен ойнағым келмейді. Бенджамен, саған ойнамаймын деп айттым ғой. Осылай бітеді. Негізі аяқталуын басында көрсетеді. Ол қолына қару алып, өзін атып тастайды. Өте қайғылы және қорқынышты оқиға. Басты жігіттің осы үйге қайтып келуі, ондай ой болмаған шығар. Келу себебі алкоголь болуы мүмкін, немесе істегенінің себебінен өмір бойы қиналды. Флешбектерден біз ата-ана баласының не үшін өліп қалғанын анықтай алмады. Сол себептен жанұя қирағанын түсіндік. Алайда жігіт ата-ана махаббатын қызғанды. Сол қызғаныш себебінен жігіт осылай істеді. Үлкен баласына бермеген махаббаты кішкентай баласына үйіп төгеді. Сөйтіп жігіт інісінің ойнайық дегені, сыйлық бергені мазақтау емес, махаббаты екенін кеш түсінді. Осы видеоны ерекшелейін деп шынайы адамдар түсінетін бір анимацияны қостым. Қысқа метражды кино сияқты. Бұл идея ұнаса айтыңыздар. Кино АБ деп аталады. Не сөз екенін білмеймін, араб тілінен менің әкем деген сөз. Ендеше ешқалай аударылмайды. Сөйтіп анимация робот-маньяк жайлы айтылады. Негізі оқиға таныс, осыған ұқсас Detroit Become the Human ойыны ұқсайды. Ойында андроидтар девиант болып кетеді. Демек бастапқы программадан ауытқу. Бұл жерде Эйп деген робот тұтқынға отырған қызға программасы жайлы айтады. Яғни ол жақсы көру үшін жаратылған. Ода жанұя, қарайтын бала, жақсы көретін адамдары болған. Алайда жанұя роботты жақсы көрмей кетеді. I had a family once. I loved them. They were everything to me. And for a time, I to them. Және Эйп адамдардың өмірлік мағынасын айтады. Осының бәрі не үшін өмір сүру желаниясы қайдан пайда болады? Көбісі еш мақсатсыз өмір сүре береді дегендей. Most of you do not see how utterly pointless your existence is. Ақыры соңында адамдарды өмір сүруге махаббат итермелейді деп шешеді. Адамдар жақсы көргенді және өзін жақсы көруін қалайды. Сол үшін өзіне жұп іздеп, жануарлар асырайды және болашақта роботты да өзіне алады. Эйп жақсы көру үшін жаратылған. Адамда оған махаббаты өшкенде, ол соларға программаны қайта орнатады. Кино соңында робот өзіне жаңа құрбандық табады, ал жақсы көруді тоқтатпайды, және оны да жақсы көруін қалайды. Сені робот байлап қойып, махаббат сұрау біртүрлі екен. Негізі анимация жаман емес, жеке маған кино толық ашылмады. Мысалы, бұл әлем қалай орналастырылған? Неге маньяк робот көшеде ашық жүре береді? Ол кез келген адамдарды жақсы көріп қалады ма, әлде нақты біреуді іздейді ма? Сұрақ көп, алайда кино қызықты тема қозғады.
Мысалы, адам өзін әрқашанда жақсы көрсін дейді, бірақ өзінің махаббатын толық бермейді. I wish I could stop falling in love. Кот с человеческими руками. Тағы да шынайы адамдар түскен қысқа метраж. Бұл жанрды хоррорға емес, қорқынышты ертегіге қосар едім. Яғни осыны достарымен отырып айтатын. Бұл кинода ешқандай қан, жесть жоқ, бірақ түнде көргенде шынымен қорқытатын оқиға. Бізге екі адамды, шал және үндемейтін жігітті көрсетеді. Олар құдыққа келгенде шал қорқынышты аңызды айтады. Аңызда бала адамның қолдары бар мысықты кездестіреді. Баланың мысыққа жаны ашып сипалайды. Сөйтіп, шал әр жылда мысықтың адамның бір дене мүшесін алып жүретінін айтады. Бір кезде жігіт шалды ұстап алып, тілін жұлып алады. Аңыздағы мысық жігіт болып шығады. Жетпеген мүше тіл болған екен. Қысқаметражка кезінде көптеген марапаттарға иеленді. Әрине, керемет, қорқынышты өлеңнің болмауына қарамастан, арқаңның қалай тітіркенетінін білмей қаласың. Және қуыршақтар да ұнады, өйткені осы киноның қорқынышын осы қуыршақтар тудырады. Есі что, бала да қуыршақ. Киноның мағынасына келсек, ол бар. Мағынасы жамандықты сыртынан қарап таба алмайсың. Соңғы анимация Patchwork. Аудармасын түсінбедім. Не сөз мешанина екенін қазір түсінеміз. Мультик мүсіншінің жұмысымен басталады. Өзінің жұмыс орнында ол қызды нақтырақ өліп қалған махаббатын жасап жатады. Кездейсоқ ол танысуға шақыру карталарын тауып алады. Ол бір кафеге келіп, басқа қызбен кездеседі. Өзінің қызына максималды ұқсайтын. Ол көп қыздармен кездесіп, ұқсас жерлерін белгілейді. Сөйтіп, біз оның жұмыс орнына көшеміз және бастапқы идеясын көреміз. Қыздардың ұқсас жерлерінен өзінің қызын жасап шығару. Тек басы қалады. Үйіне соңғы қыз келгенде билейді, өлтіреді. Алайда жігіт емес, бәрі керісінше болып кетеді. Бұл қыз да маньяк болып шығады. Білесіздер ма, әрбір маньякта өзінің фишкасы болу керек. Біреулер адамның бөлшектерін жинаса, басқасы полицияға түрлі бас қатырғыштар лақтырады. Ал маньяк қыз түрлі приколды фото жинау екен. Осымен бітті достар. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.